Астына мінген буырлат, жауатын күндей күркіреп, жаңбырдай сері сіркіреп, құбылып ойнап жер басты. Алдыңғыдан артқысын сынық сүйем кем басты. Жалғаса ұшқан қоңырқас тозаңынан аласты. Менің аты жөнім Кенжебек Гүлсіңай Бақытбекқызы. Мен Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылының нөмір 109 орта мектебінің 11 сынып оқушысымын. Мен осы тұлпар мініп туалған байқауына толықтай дайынмын. Осы Қобыланды батыр жырын жаттау барысында көптеген көнерген сөздер мен тарихтармен таныстым. Және сонымен қатар өзімнің есте сақтау қабілетін де толықтай жақсарттым деген ойдамын. Және де осы байқауға қатысатын өзге де қатысушыларға шын жүректен сәттілік тілеймін. Және сонымен қатар осы байқаудан өзім де жүлде аламын деген үміттемін. Тек қана сол баланы өзіме жеке ғана жұмыс жүргізген жоқпыз. Біз әр классқа мысалы мен тапсырма беріп, жаңағы жаттау барысында оқушыларға болып дайындалдық. Мысалы жаттаған баланы класстың оқушылары кез келген жерден сұрап, мына жерін айт, мына жерін айт. Сосын класста мына сабақ барысында да, жаңағы жаттау барысында да осының ішіне көнерген сөздер, тарих. Мысалы мен оқушыларға балдар Қобыланды батыр жырының ішіндегі әрқайсысы бір көнерген сөздердің мағынасын тауып келіңдер деп тапсырма бердім. Олар соларын тауып келіп бізге мына жаттаған оқушымызға бір жағынан қосымша көмек беріп отыр.